Сәлем достар. Бүгінгі біздің кезекті ARD подкастқа қош келдіңіздер. Бүгін біздің қонақта халықаралық қатынастар факультетінің оқытушылары, түлектері және студенттері. Таныстырып өтсем, бүгінгі біздің қонақ халықаралық қатынастар факультетінің халықаралық қатынастар кафедрасының халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасының оқытушы Думан Құрманғазиев Жекенов. Өзім оқытушы Гүлнара Байкушикова Серікбаевна және 2015 жылы халықаралық қатынастар факультетін бітірген біздің түлек. Қазіргі таңда осынша уақыттан кейін магистратураға оқуға келген Бекзат Ешмұрат және қазіргі таңда халықаралық қатынастар факультетінде мамандықта оқып жатқан біздің студент Ержан, екінші курс студенті Ержан. Жалпы біздің подкасттың негізгі идеясы бұл біздің мамандық туралы сөз қозғау. Сондықтан бірінші сұрақ сол мамандық жайында, жалпы халықаралық қатынастарға қалай келдіңіздер? Мамандыққа немесе жалпы халықаралық қатынастар саласына қалай келдіңіздер? Түлек ретінде Бекзат өзін бастасам. Әрине, қайырлы күн, достар. Халықаралық қатынастар факультетіне мен 2011 жылы түскенмін, абитуриент ретінде, оказывается, уже 11 жыл болыпты. Мектеп кезінде мен где-то бір 10 класстан бастап теледидардан біздің осы жаңалықтарды көп естігенмін. 2010-2011 жылдары Қазақстанның бір халықаралық аренада көбірек осындай бір жаңағыдай белсенділік танытып жүрген кездері болды. Біздің елшілерді көріп, сол кезеңде өзімде бір болады ғой, бала қиял дейді ғой, баланың арманы дейді. Сол арманында мен де ойлайтынмын, өзім осы елімді, жерімді әлемнің өзге мемлекеттеріне, өзге мәдениеттеріне, өзге ұлт өкілдеріне танытсам, көрсетсем, өзімнің осы қазақтың мысалға айтқанда жаңағыдай жерінен шыққан бір талантты жастардың санын көбейтсем деген бір сондай бір максималды бала арман болды да. Кейіннен 11 класста сол арманымды қуып жаңағыдай қажетті пәндерді таңдап, кейіннен осы Алматы қаласына оқуға түсуге келдік. Өзімнің атам алып келді. Кезінде атам да осы 72-73 жылдары кезде компартия болатын. Сол компартияның Алматыдағы филиалында оқыған. Сол атам айтқан, сол кезде осы балам мен өзім негізі ЕНУ-ға түскім келген, Астанаға барып ЕНУ-ды армандадым, шынымды айтайын. Бірақ сол атамның жетектеуімен Алматы жастар қаласы, Алматы білімнің қаласы, Алматы сен көбірек үйренесің, осы жаққа кел деп, сол 70 жасында атам өзі ертіп алып келген осында. Сол кезде жаңа замдеканымыз танысып, деканмен танысып, сол кезде маған қарас жаңағыдай жатақханада орын алып беріп, соның барлығын көмектескен болатын. Енді мен шынымды айтайын, Қазақ ұлттық университетінде туралы естігенмін. Және де атам сол кезеңде шамасы сол көбірек газеттерді оқып, біліп жүрген ғой. Біздің осы ұлттық университеттің кадрлар составымен осы практикалық жағынан жаңағыдай жақсы бір фундаменталдық білімі бар екенін да. Сондықтан да сол кісіні енді біз жаңағыдай ата-әженің қолында өскен бала болғаннан кейін тәрбие көріп айтты, бітті. Сонымен 2011 жылы алып ұшып Алматыға келдік, оқуға түстік. Міне былайша айтқанда қысқаша предыстория осындай. Бәрекелді. Бұл яғни тек қана ата-әжеңіздің ғана таңдауы емес, енді өзіңіздің әрине, өзімдікі, ол кісілердің направление. Олар бағыттады, әрине. Ал қазіргі таңда, мысалы, Бекзат өзінің сол кездегі 2011 жылғы кездегі жағдайын айтып отыр. Ержан, қазіргі таңда, сен қазір екінші курстасың. Яғни 2021 жыл таңдап отырсың. 2021 жылда 10 жылдан кейін халықаралық қатынастар мамандығына сіз қалай келдіңіз? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Біріншіден мен бұл халықаралық қатынастарды 9 классқа дейін өнер жолын таңдаған болатын. Өнер жолында енді сол жақты халыққа танылып, телевизордан көрінсем бе деп ойлайтын. Кейіннен телевизор бүйтіп қарап отырсам, екі мемлекет арасындағы делегациялары бір-бірімен қол алысып, енді бұл бала болғаннан кейін классикаға келгенде бәрін ұнатасың ғой. Соларды көргеннен кейін, ол кезде мен дипломатия не екенін білмейтінмін. Кейін үйдегілерден сұрап, үлкен әпкелерімнен сұрап,
айтқан сұрағанда осы дипломатия туралы айтқан болатын. Кейін уже 9 класстан бастап дипломатияны толықтай интернеттен іздеп, қандай артықшылықтары бар, қандай жақсы жағынан көрінуге болатындығын іздеп бастаған болатын. Осыдан кейін 9 класста өзім мақсат қойдым. 11 классқа дейін мен халықаралық қатынастар мамандығын дайындап, болашақта қазақ мемлекетінің атынан шығатын дипломат болып шығам деген ниетте болдым. Осыдан кейін 2020 жылы НТ-дан тапсырып, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне келдім. Жалпы Ержандың оқиғасы өте қызықты, себебі ол тек теледидар арқылы дипломаттардың бейнесін көру арқылы болашақта осындай елді танытатын тұлға болсам деген үмітпен келген болатын. Ал жаңа Бекзат та айтты, сіз де айттыңыз, жалпы Қазақ ұлттық университетін таңдағаныңыз неліктен? Мысалы, жалпы республикада халықаралық қатынастар мамандығын дайындайтын университеттер өте көп. Неге осы Қазақ ұлттық университетін таңдадыңыздар? Сұрақ аудиторияға ма? Иә, жалпы Қазақ ұлттық университетін неге таңдадыңыз? Ол сұрақ тіпті Думан Құрманғазиевич сізге де қатысты. Себебі мен өзім де халықаралық қатынастар мамандығының түлегімін. Осы Әл-Фараби атындағы халықаралық қатынастар мамандығында оқыдым да. Жалпы бізді біріктіріп отырған осы факультет, осы университет, осы мамандық, иә? Жалпы рахмет, қайырлы күн. Құрметті көрермен, қайырлы күн, құрметті достар, әріптестер. Біраз нәрсе қоса кетейін. Біріншіден, армандарыңызға жетіңіздер, барлықтарыңыз. Рахмет. Әрине, студент ретінде Ержан қазір 2-ші курс оқып жатса, ол жаңағы Бекзат айтқан бала арман деген әлі жоғалмаған кез, 2-ші курс шынымен де әлі сену керек. Бірақ сеніп қана отырған жарамайды, ұзақ еңбектену керек. Бәрібір жаңа талант дегеніміз 99% тер, 1% дарын деп айтады. Яғни ол дарынды болу үшін еңбектену керек. Еңбектенсеңіз, сіз жаңағы армандарыңыздың бәріне жетесіздер. Екінші мәселе біздің университетіміз туралы. Біріншіден жаңағы Бекзаттың сөзі өте қатты ұнады. Біз біріншіден сабақтастық деген мәселені жоғалтқан жоқпыз. Үлкен кісілердің бәрі де бәрібір классикалық білім беру жүйесін, бұрыннан келетқан дәстүрдің сақталған жерлерін таңдаған жақсы көреді. Әрине соңғы кездерде жаңа университеттер бар, UIB, MAP, тағы Назарбаев университет деген сияқты заманауи жаңадан өздерінің жолдарын бастаған. Біз ол университеттерге тілектеспіз. Ол университеттерінде дамығаны еліміз үшін өте пайдалы. Бізге керісінше жаңағы бәсекелестік тудырғаны пайдалы. Дегенмен менің таңдаған себебім Қазақ ұлттық университетін біздің өзімнің жеке көзқарасымда мүмкіншілігі өте көп оқу орталығы ретінде қарадым. Және үлкендер айтатын еді, Қазақ ұлттық университетінің қабырғасы да адамды тәрбиелейді деп. Кейде болды студенттер сабаққа қатыспай жүріп бітіруі мүмкін. Әсіресе біздің кезімізде сабаққа қатыспай жүріп бітіретін студенттер көп еді. Қазір енді кредиттік технология, әрбір жаңағы сабаққа қойылатын балл, сіз ол балдарды жинамасаңыз, балыңыз жетпей қалады деген сияқты проблемалар бар. Бірақ соған қарамастан университеттің шынымен қабырғасы да тәрбиелейді. Орта, зиялы адамдардың ортасында жүру, осында шынымен қазақтың ең зиялыларының отырған жерінде отыру, олармен кездесіп қалу, олармен дидарласу, олармен сөйлесу, солардың барлығы сіз тек қана сабақ емес, сіз өз-өзіңіз ұстауыңыз, жаңағы Ержан айтып отқандай классикалық үлгіде киіну, немесе сол классикалық үлгіде киініп жүрген адамдармен бірге жүру, өзіңнің бойыңды тік ұстау, солардың барлығы тек қана білім жүйесі ғана емес, ол орта. Былайша айтқанда қазір тренд деп айтайықшы, жаңағы танымал нетворкинг жасауға да, қазіргі балалардың тілмен айтқанда нетворкинг жасауға керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Осы жерге келетін студенттер кейін бәрібір Қазақстанда тек қана жаңағы
белгілі бір мемлекеттік қызметте ғана емес, бизнесте де әрбір еңбек нарығының кез келген саласында Қазақ ұлттық университетінің түлектері болатыны рас, және сіздің нетворкингіңіз осы жерде қалыптасса, кейін сіз солар адамдармен замандас ретінде, таныс ретінде сіздің өмір жолыңызда ашық болады. Сондықтан осы университеттің осындай мүмкіншіліктері бар деп ойлаймын. Болашақта да дәл сол қалыпта ойлай беремін. Жалпы менің ойымша өмірлік жолда осы студент боламыз, мектепті бітіреміз, студент боламыз, кейіннен мысалға біреулер бизнеске кетеді, біреулер мемлекеттік қызметке кетеді, кейбіреулер жеке компанияларға кетеді. Сол кезеңде осы сіз айтып отырған былайша айтқанда конструктивті нетворкинг бұл адамға көбірек көмегін тигізеді. Потому что барлық нәрсе біліммен, эрудициямен, интеллектпен шешіле бермейді. Мынау субъективті адамдардың арасында қарым-қатынас егер де олар жақсы болатын болса, сол университет қабырғасында қалыптасқан болатын болса, ол ұзақ жылдарға сіздерге осы былайша айтқанда жақсы бір платформа болады. Сондықтан да сіздің жаңа айтып отырған нәрсеңіз сөзінің жаны бар. Бүгінгі таңда біздің де мысалы 2015 жылы 7 жыл болды ғой бітірген біздің түлектердің кейбіреулері қазір мемлекеттік қызметте жүр, кейбіреулері мысалға жеке компанияларға кетті, кейбіреулері бизнес ашып кетті. Сондықтан да бізде осы түлектерді еске алып кездесуге тырысамыз. Сол кезеңдерде жиналған кезде біз жаңа бір ақпаратты, жаңа бір игеріп жүрген жастарды көреміз, жаңадан бір бағыт ашып жүрген өзіміздің құрдастарды көреміз. Сондықтан да бұл адами қарым-қатынастағы менің ойымша үлкен бір мүмкіндік сияқты. Онымен келісемін. Яғни бір жаңағы белгі қойып қояйық осы жерге. Казгудың тағы бір артықшылығы ол элитный нетворкинг деп айтсақ болады. Жалпы тек қана жаңа атап өткен классикалық тәрбие немесе классикалық орта ғана емес, сонымен қатар бұл елдер, то есть бір-бірімен қарым-қатынасты дамытудың ортасы ретінде танылып отыр Казгу, Қазақ ұлттық университеті. Енді жалпы осы мамандықтың, халықаралық қатынастар мамандығының артықшылығы неде деп ойлайсыздар? Осы Қазақ ұлттық университетіндегі халықаралық қатынастардың мамандығының артықшылығы неде? Жалпы бұл сұраққа Ержан жауап бергені, Бекзаттың жауап бергені дұрыс болады деп ойлаймыз. Бірақ жалпы мамандықтың артықшылығының тек қана білімде емес, ең қызық жері бұл халықаралық қатынас дегеніміз дипломатия, ол мәмілегерлік. Дипломат адамды дайындау, ол тек қана мемлекеттік қызметке керек емес. Дипломат адамның бір артықшылығы ол проблема туғызу емес, проблема шешумен айналысады. Және ол бейбіт жолмен шешуге айналысады. Мысалы, егер үлкен мемлекеттік деңгейде алып қарайтын болсақ, мемлекетте екі структура бар. Мысалы, қорғаныс министрлігі бар, сыртқы істер министрлігі бар. Екеуінің де мүддесі біреу, ол мемлекеттің мүддесін қорғау. Қалай болса да, біреусі күшпен қорғайды, біреусі жаңа дипломатиямен қорғайды. Күшпен қорғайтын бөлікке өте көп қаржы кетуі мүмкін. Әрине сыртқы істер министрлігіне де орасан зор қаржы кетуі мүмкін, бірақ олардың мәселені шешу жолы бейбітшілікке жасалған. Егер содан сатылап төмен түсе беретін болсақ, бизнеске, жеке өмірге, тіпті кейін сіз семья құрған кезде де қарапайым, ол халықаралық қатынастар факультетін бітіріп, дипломатияны бойына сіңірген адам, ол өзінің болашақ жарымен, немесе күйеуімен, немесе әке-шешесімен қарым-қатынаста, достарымен қарым-қатынаста, бизнестің жаңа кәсіпкерлердің ортасында келісімшарт жасау кезінде де бұл қабілет сізге кез келген жерде көмектеседі. Яғни сіз әрқашан конфликт тудыра беретін адам болмайсыз. Керісінше болып қалған конфликтті ертерек шешуге және қақтығыспен, күшпен емес, жұмсақ күшпен шешуге тәрбиелейтін ең керемет асыл қасиеті бар. Яғни ол қасиет тек дипломат, мемлекеттік қызметке ғана керек емес, кез келген күнделікті өмірге керек. Осы жерде отырған кезде де болмайтын нәрсеге қақтығысып қалуға болады адамдар, бірақ кілең дипломаттар ондай нәрсеге жол бермейді деп ойлаймын. Бейбіт түрде шешуге тырысады дейміз ғой. Әрине, жалпы сіз атап өткендей негізгі артықшылығы біздің халықаралық қатынастар мамандығының осы университеттегі артықшылығы бұл осында білім беру бағдарламаларын құрастырушылардың, оқытушылардың осында жұмыс істеуі. Бұл бірді артықшылығы. Екіншіден, көбінде студенттер әрине
оқуға түскенде вот Ержан айтып өткендей сыртқы істер министрлігінде жұмыс істеймін деген ниетпен келеді. Бастысы әрине сыртқы істер министрлігінде жұмыс істеу, ал сол мүмкіндік Қазақ ұлттық университетінде өте жоғары, себебі байланыс, сіздер айтып отырған байланыс бар. Бұл біздің түлектер сыртқы істер министрлігінде істейді. Түлектерден басқа жалпы бізде кейбір мамандар тіпті осында келіп сабақ береді. Бұлар бұл да үлкен артықшылық болып отыр. Сонымен қатар олар біздің тағы бір артықшылығымыз, бұл тек қана халықаралық қатынастар мамандығын, яғни дипломат ретінде оқу ғана емес, сонымен қатар басқа мәдениеттерді ашу. Ал бұл шетелге шығу арқылы танылып отыр. Мысалы, біздің студенттердің жалпы осы етап-етабымен студенттерден де, жаңағы бітірушіден де, Бекзаттан да сұрап отырасыз осы жерлерде. Қандай ұстаздар сізге ұнады, қандай оқытушылар, несімен? Біз айтамыз ғой. Біз айтсақ енді, біз жаңа таныстырып өттік қой, біз оқытушымыз. Сіздер өздеріңіздің позицияларыңызды максималды жоқ, позитивті. қазіргі таңда олар біздің сіздер сыртынан айтыңыздар. Өзбен объективті болып отырсамыз, 2011 жылы осында оқуға түскен кезде сол кезеңдегі мұғалімдердің қазір енді көбісі пенсияға шығып кетті, қателеспесем. Шықпағандар да бар. Сіз әлі да, сіз куратор болдыңыз. Басында неге сізден қорқатынбыз? Сіз қатал болдыңыз ба? Сондай, жаңағыда енді жас кезінде сондай болады ғой, все-таки принципиалды субординация дегендей бізде кішкене. Бірақ енді мұғалімдер болды, Амангелді ағай болды, бізде Набижан ағай болды, жаңағыдай Қытайдан келіп осында жаңағыдай үлкен сабақтар өткізіп жүрді бізге. Және де осы халықаралық қатынастар факультетіндегі мұғалімдердің көбісінде практикалық просто жаңағыдай бэкграунд дейді ғой, сол бэкграунд болды да, и сол адамды тез көруге болады мұғалімді да, яғни ол теоретик па, жоқ әлде все-таки практикалық белгілі бір мүмкіндіктері бар ма? Егер де сол мүмкіндіктері бар болатын болса, ол мұғалімдер сізге сабақ берген кезде сіздер оларды басқаша тыңдайсыздар. Мен өзімнің атын айтайын, білмеймін басқа студенттер оны қалай қабылдайтын, бірақ маған всегда осы теоретиктерге қарағанда өзінің бір белгілі бір тәжірибе жолы бар, қалыптасқан жаңағыдай мұғалімдерден үйренген көбірек ұнайды. Сондықтан да біздің факультетте түскеннен кейін мен осы нәрселерді 1-2 жылдың ішінде, бірінші курста енді білмейсің ғой, енді балмұздақ кезің дегендей, екінші курстан бастап соны аңғара бастадым. Үшінші, төртінші курста когда біз үшінші курстың соңында бізді тәжірибеге жіберді сыртқы істер министрлігіне. Сол уақыт тура 2014 жылдың 29 май күні бүгінгі Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың кеңестің құрылуымен тұспа-тұс келген болатын. Бізден 30 студент сол жаққа барып, сыртқы істер министрлігінде біз сол түнде жаңағыдай ертеңіне Путин келіп атты, Лукашенко келіп атты, сол флагтарды іліп жүргенбіз ғой бет. Оның өзі де жаңағыдай нағыз практика, сондықтан да менің ойымша осы біздің факультеттегі осындай бір теория мен практиканың өзара бітіскен жағдайы студенттерге белгілі бір ой жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Енді айта берсек әрине көп, қазір мысалға Ержанның пікірін тыңда, қазіргі жаңадан келіп жатқан мұғалімдердің тобының жалпы сапасы қандай дегендей. Жалпы теоретиктерден басқа бізде практиктерде көп сабақ береді. Атақты тұлғалар сабақ берген болатын, жалпы Лаумулин, Мұрат Тұрарович барлығы елшілікте жұмыс істеп, қосымша бізге студенттерге сол тәжірибедегі көптеген тұстарын көрсете білді. Қазіргі таңда енді Ержанға жеңіл болу үшін айтайық, Ержан сіз қобалжымай, түсінемін, сізге әлі де ол мұғалімдер сабақ береді. Әлі болашақта, қазір бірдеме айтып қойсам ертең осыны. Бірақ мейлінше ашық болған дұрыс деп ойлаймын. Мен негізі осы казуге түсер алдында көп университеттерге бардым, кейін таныстардан іздедім. Сөйтіп сұрастырып едім. Өзімде интернеттен қарағанда біздің осы казгудегі халықаралық қатынастарда бұрыннан көп дипломаттар болған екен. Интернеттен кітаптарын іздедім. Соның ішіне қарасам Амангелді ағай бар екен, Бақыт апайымыз бар.
и сол кісілердің биографиясын іздей бастадым. Кейін қарасам Амангелді ағай біздің осы халықаралық қатынастардың ең бірінші түлегі болып шыққан екен. И одан кейін Амангелді ағайдың өзі посольствода жұмыс істеген екен. Мен ойладым енді үйді салғанда фундамент қалай салынса, үй соншалықты жақсы болады ғой. Мен бірінші таңдаған осы фундаментті мен қай жерден жақсасам, сонда мен нағыз дипломат болып шығамын деп ойладым. Содан кейін міне қазір ең бірінші біз фундаментті Бақыт апайдан, Амангелді ағайдан, кейін Жазира апайлардан алып бастадық. Әлі де алып отырмыз сол кісілерден. Негізі өкінбеймін. Және де тағы бір артықшылығы, біздің осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті әлемдегі ең мықты университеттердің бірі болып есептелінеді. Сол мен. Қазіргі таңда студенттердің қарайтыны рейтинг қой, әлемдік рейтинг, университеттердің әлемдік рейтингі. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті сол рейтингтің жоғарғы сатысында тұруға, шыңда тұруға тырысып жатыр. Топ 200-де. Топ 200-ге кіретін болғандықтан бұл да өзіндік бір ерекшелік деп айтады. Көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейік, топ 200 деген өте жоғары көрсеткіш. Өйткені ол әлемдегі университеттердің саны өте көп, және рейтингте топ 200-ге кіру, мысалға енді түсінікті болу үшін айтатын болсақ, осы жаңағы тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы немесе посткеңестік мемлекеттердің арасында ол топ 200-ге кірген екі-ақ жоғарғы оқу орны бар. Ол Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті және Қазақ ұлттық университеті. Сондықтан салыстыру үшін айтып жатырмыз. ТМД төңірегінде екі-ақ вуз кіреді. Біз 175-ші орын аламыз. Және шыны керек бір шетінен әлі де біздің мүмкіншілігіміз бар. Біздің кампустың керемет орналасуы және оның болашақтағы ендігі жасалынып жатқан мүмкіншіліктер 175-тен де жоғары баруға әлі де мүмкіншілік бар. Потенциал бар дейсіз ғой. Яғни бізден осыдан 5 жыл, 7 жыл бұрынғы рейтингті қарасаңыздар 400, 300, 200 деп көтерілді және өте жылдам динамикамен өсіп келе жатыр. Сондықтан әлі де потенциал бар. Бірақ қазіргінің өзінде топ 200 ол өте жоғары көрсеткіш. Және енді екінші айта кететінім оқытушыларға байланысты. Біз бұл жерде көрермен үшін, тыңдарман үшін, әсіресе талапкерлердің ата-аналары үшін осы сұрақтар жиі қойылатын болғандықтан айта кеткіміз келеді. Халықаралық қатынастар деген мамандық ең бірінші Қазақстан бойынша ол Қазақ ұлттық университетінде ашылды. Және сол ең басында халықаралық қатынастар мамандығын ашқан, соның негізін қалаған, жаңа Ержан айтып отырған, іргетасын қалаған адамдардың бары, кейбір жаңағы дүниеден озып кеткен кісілеріміз де бар. Жарас Омарұлы Ибрашев профессорымыз, сол кісілер мысалы факультетті бастап қазір мамандықты қалыптастырды. Кітап бойынша өте дұрыс айтты. Халықаралық қатынастар бойынша ең негізгі қазақ орыс тілдерінде Қазақстанның ішкі нарығындағы жазылған кітаптардың барлығының авторлары осы біздің факультетімізде жұмыс істейді. Мәселен, мен өзім Америкада білім алған кезде белгілі бір кітапты оқу керек болып, сол Александр Кули деген авторды Колумбия университетінен іздедім, және сол авторды сол университеттен тапқан кезде маған өте көп қатты әсер етті. Яғни сол сияқты біздің талапкерлер де Қазақстанның ішкі нарығындағы кітаптарды оқып, Байзакова, Кокиева, Губайдуллина, Мавкебаева, Мәлік Ауғаналь, Шоразович деген сияқты кісілердің тағы да өте көп фамилияларын айта берсек, сол кісілердің кітаптарын оқып, және ол кісілерді тірідей осы факультетте көріп, және егер сенің кітаптың ішіне байланысты сұрағың болса, бірден сұрап алу мүмкіншілігі осы жерде. Және тағы бір айта кететініміз, басқа университеттерді біз жаңағы алалау мақсатында емес, бірақ халықаралық қатынастар мамандығы басқа университеттерде кейін ашылғандықтан, сол университеттерде сабақ беретін мамандардың бәрі біздің университеттердің мамандардың шәкірттері. ЕНУ-дағы айтатын болсақ та, мысалы Евразия университетіндегі халықаралық қатынастар мамандығында тыңдаған болса, бізді тыңдайтын болса, олар мойындайды бірден. Және олар барлықтары осы біздің жаңа біз айтып отырған үлкен корифейлердің шәкірттері. Яғни сіз нағыз Қазақ ұлттық университетінің педагогикалық құрамына келген кезде ол жағынан енді қайнар көз дейсіз ғой. Ешкім дауласады деп ойламаймын мен. Сондықтан тағы бір артықшылық деп галочка қойып қояйық. Мен тағы бір артықшылықты қосып кетейін деген. Осы тұлғалардан басқа әрине бізде қазіргі таңда трендтен қалыспау мақсатында әрине әсіресе шет тілдерін үйретуде
нағыз шет тілінің то есть носитель языка дейміз ғой, шақыртуға тырысамыз. Факультетте мысалы итальян тілін сабақ беретін бізде Лючей Бельтрами бар, неміс тілін сабақ беретін Торстен Кеслер бар, испан тілінен сабақ беретін кезінде Барбара болған. То есть қазіргі таңда тек қана жергілікті ғана мамандарды ғана емес, сонымен қатар шетелден мамандар тартуға тырысамыз. Бұл тек тілге байланысты ғана емес, мамандықты үйретуде де қазіргі таңда Франциядан, Америка құрама штаттарынан профессорларды шақыртып, осында 1 жылдап, 2 жылдап сабақ беруге тартып отырмыз. Бұл да үлкен мүмкіншілік, біздің студенттердің үлкен мүмкіншілігі, және де еркін түрде, бұл сабақтардың барлығы еркін түрде сол тілде өткізіледі, ағылшын тілінде, француз тілінде, немесе итальян тілінде. Бұл да бір артықшылық деп айтсам болады. Және де артықшылықтардың бірі, бұл мақтанушылық деп айта алмаймын, бірақ шетелдік байланыс өте кең тараған университеттің біріміз. Біздің студенттер еркін түрде әлемнің көптеген мемлекеттеріндегі университеттерге оқуға бара алады. 1 семестр оқысын, 2 семестр оқуға Erasmus плюс бағдарламасы арқылы. Бізде ең көп келісім шарттар бар. Шынымен енді жаңағы мынау ковид оқиғасы деп айтамыз, пандемия біздің 2 жылға дейінгі уақытта тек қана Казгуде емес, ол әлемнің барлық жерінде осы академиялық ұтқырлық бағдарламасын былайша айтқанда толықтай тоқтатып тастады десек болады. Әрине онлайн формада жалғасқан бар, онлайн формада біз жібердік, онлайн қатысты, бірақ ол шынымен де барып жаңағындай 100 рет естігенше 1 рет көр деп айтады. Сол 1 рет көргенге жетпейді. Осы жерді біз баса назарға салып айта кету керекпіз. Біздің факультетіміз Батыс Европаның, Шығыс Европаның жетекші вуздарының алдыңғы қатарларының көбімен екі жақты, көп жақты келісімдерге қол қойған, және олар бізді қабылдауға ашық. Мынау соңғы семестрдің өзінде қазіргі уақытта біздің факультетімізден 10-ға жуық студент, бакалавр және магистранттар Европаның вуздарына, Италияға, Испанияға кетті. Қазір сол жақта. Енді келесі толқын қыркүйек айынан бастап, келесі оқу жылының 1-ші семестрінде бұл академиялық ұтқырлық өте қатты дамитын болады. Бірақ болашақ талапкер үшін айтатын нәрсеміз, сіз енді шынымен ғой, қазіргі студенттер жаһандану заманында шетелді барсам көрсем дейді, және ол дұрыс, бару керек, көру керек, шетелді салыстыру керек. Сол мүмкіншілікті біз сіздерге бере аламыз. Тек сіздерден талап ететін нәрсе сіздің ағылшын тіл деңгейіңіздің жоғары болуы, қолыңызда IELTS сертификатыңыз болса, 6, 5, 7 болса тіптен жақсы. Онда біз сізді міндетті түрде жаңағы сіз қалаған бағыттағы жоғары оқу орындарына жібереміз. Себебі кейде біреулер Европаны сұрап жатады, кейде біреулер Азияны сұрап жатады. Біз Азияны да айта кету керекпіз. Жапонияға баратын, Кореяға баратын, Малайзияға баратын, Қытай Халық Республикасына баратын, Индияға баратын бағдарламаларымыз бар, және ол бағдарламалардың бәрі қазір белсенді жұмыс істеп тұр. Сондықтан тағы бір артықшылық деп айта кетейін. Жалпы осы бірнеше жыл болды ғой осында жұмыс істеп сабақ беріп жүргеніме. Осы жылдар бойы студенттердің тіпті 1 емес 2-3 реттен барып келген студенттер де бар. Бар. Мысалы, тек Азияға ғана емес, сонымен қатар бөлек бар. То Азияға барады, то Европаға барады. То есть мүмкіндік бар. Өте көп мүмкіндік, сондықтан бұл сіздердің өздеріңізге белсенділікке байланысты. Белсенділік деп осы бекер айтылмады деп ойлаймын. Осы жалпы университет, факультет қабырғасында студенттік өмір қалай өтті. Мен Бекзатты өзім бағана айтып отырғанда куратор болғандықтан білем, көп шараларға қатысатын белсенді студенттердің бірі болған, және көптеген байқауларда 1-ші орын алып жүлделі орындар алған. Ол
білім саласындағы байқаулар болсын, немесе жаңағы шығармашылық байқаулар болсын, сол туралы айтып өтсеңіздер. Студенттік өмір қалай өтті? Сол мен өзім айтқанда 2011 жылы мен негізі жаңағы ақылы оқудан түскен болатынмын. Ақылы оқуға түскен кезде айтты да жатақханадан орын берілмейді деп басында. Бірақ сол мен өзім атам алып келгеннен кейін, деканмен сөйлескеннен кейін ба, сол кісілер әйтеуір жасын сыйлаған шығар, енді адамгершілік танытып, маған бірінші болып платныйлардың арасында мен общак алған болатынмын. Қазақстандық мынау байланыс деген. Енді кім біледі оны, бірақ әйтеуір сол кезеңде бір сәт туып, сол жатақханада алдым, 4 жыл жатақханада тұрдым. Енді студенттік өмірдің былайша айтқанда сол 70% сол жатақханада өткіздік қой. Сондықтан да бұл жерде біз қызықты сәттер өте көп болды. Жаңағыдай олимпиадаларға көбірек қатыстық. Ұйымдастыруға инфрақұрылым бар, ең негізгісі. Университетіміздің жеке кампусы бар, кампуста үлкен жаңағы спорт комплекс бар. Бекзат айтып өткен спорттармен қатар қазір бізде спорттың барлық түрлерімен кәдімгі кәсіби мамандар дайындайды десек болады. Өйткені біздің университетімізден шыққан олимпиада чемпиондары бар, өте көп. Олардың атын атап та айтсақ болады. Сондықтан әлемдік деңгейдегі, олимпиада деңгейіндегі, республикалық деңгейдегі жарыстардың бәрінде спорт бойынша да өте көп үлкен жетістіктерге жетуге болады. Бұл бір. Екінші, Алматы қаласында егер мәдениелік бұқаралық іс-шаралар ұйымдастырылатын болса, Алматы арена мен жаңағы халық арена салынғанға дейін ол республика сарайы мен студенттер сарайы болатын. Студенттер сарайы Қазақ ұлттық университетінің кампусында орналасқан. Сарайдың ішінде сіздің жеке шығармашылығыңызды дамытуға арналған өте көп мүмкіншіліктер бар. Сіз егер халықаралық қатынастарға келіп, бірақ өзіңіз ішіңізден ақын, музыкант, суретші, биші, тағы басқа да басқа хоббиларды жаныңызға серік етсеңіз, және дипломат адамға керек деп ойлаймын, керісінше сол әр нәрсені білу, сол әр нәрсеге бейімі болуы. Олардың барлықтары үшін үйірмелер бар. Адам өз жеке барып, музыкамен, домбырамен, бимен, спортпен, бассейнмен, осылар бәрі игіліктері бар. Тек сол игіліктерді пайдалана отырып, жаңағы студенттік өмірді көңілді өткізу ол тек Ержанға және Ержанның достарына байланысты. Қалауын тапса қаржыны дейді ғой. Қалауын тапса қаржыны. Өте қызықты әңгіме болып отыр. Тағы да бір сұрақ туындап отыр. Қайтадан Бекзатқа қойылатын шығар деп ойлаймын. Білесіздер ғой, жалпы дипломатияда жаңа отырған кезде ең құрметті орын оң жағынан деп отырдым осы жақта. Сондықтан Бекзат қайта сізге сұрақ болып жатыр. 2015 жылы бітірдім дедіңіз. Бірақ 5 жылдан кейін сіз қайтадан халықаралық қатынастар мамандығына магистратураға келдіңіз. Және де қазіргі таңда менің білуімше Билайн компаниясында жұмыс атқарып жатсыз. Неліктен қайтадан халықаралық қатынастарға қайтып келдіңіз? Және қазіргі таңда көбінің ойынша, мысалы, тек қана мемлекеттік органдарда ғана жұмыс істей аламын. Сыртқы істер министрлігінде, халықаралық ұйымдардың өкілдігінде жұмыс істей аламын, немесе әкімшілікте жұмыс істей аламын деп ойлайды. Бірақ Бекзат, міне бұл үлгі десек болады, тек қана ол салаларда емес, Билайнда жұмыс істеп жатыр. То есть екі сұрақ: неліктен қайтып келдіңіз халықаралық қатынастарға? Және халықаралық қатынастар мамандығы сізге қалай көмегін тигізді осы компанияда жұмыс жасауға? Енді насчет қайтып келу, сол 2015-те бітіргеннен кейін мен бірінші жылы бизнеске кеттім. Яғни осы Қазақстанның қалаларының көптеген өңірлерінде барып, жаңағыдай өзімнің бизнесімді жандандыруға тырысқан болатын. Кейін Бакуға бардым, Бакуда 3 ай бойы бизнес ашуға тырыстық. Бірақ өкінішке орай жаңа Карабахқа байланысты соғыс басталып кетті, біз ояқтан шығуға қайтып келдік. Одан мынау Қырғызстанға бардық. Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ауғанстанмен шекарадағы Ош деген қала бар. Сол жерге дейін барып, сол былайша айтқанда өзіміздің бизнесімізді кеңейтуге тырыстық. Енді көбісі ойлайды ғой, енді мен осы халықаралық қатынастарды бітірдім, статуспен жаңағыдай мемлекеттік қызметке барамын деп. Бірақ мен енді все-таки практикалық жағынан кішкене көргім келді да, жассың ғой, енді күш бар деген, энергия бар деген. Сондықтан да сол бизнеске кеттім бірінші жылы. Кейіннен финансовый компанияда жұмыс жасадым. Яғни Қазақстан фонд нарығы бар,
акция деген, яғни облигациялар, акциялар, яғни осындай компанияларда 2 жыл бойы аналитик жұмыс жасадым. Яғни көптеген инвесторлардың былайша айтқанда қаражаттарын қазіргі таңда қандай экономикалық былайша айтқанда саланың жаңағыдай пайдалы өкілдеріне былайша айтқанда компанияларға жаңағыдай салу керек деген былайша айтқанда дипломға қарап алды ма ол жерде? Жоқ, дипломға емес, қабілетке көбірек қарады. Енді дипломға соңына келген кезде жаңағыдай бір мен соңғы собеседование сол компанияның басшысымен, яғни халықаралық қатынастар деген кезде, скорее всего, менен сұрады, экономиканы өттіңдер ме? Менің сол как раз универ кезеңімдегі әлемдік экономика студенттерімен жақын болған, Амалбек естеріңізде болар шығар, да? Солармен дос болып, солармен отырған кезде олар айтатын, жаңағы бізде экономикалық, жалпы әлемдік экономика бар, жергілікті экономика бар, солардың показательдері бар. Соның барлығы есте қалып қойған ғой. Сол енді игеруге былайша айтқанда халықаралық қатынастарда инвестиция саласына фундаменталды анализ деген бар, техникалық анализ деген бар, соның барлығын игеруге былайша айтқанда осындай кругозор маған тезірек көмектесті. Америка рыногы бар да, ФРС деген не, ставкасы қалай әсер етеді, Еуропалық центральный банк, японский центральный банк. 2 жыл бойы мен осы салды былайша айтқанда переварился и тоже былайша айтқанда өзім игеріп шықтым. Енді былайша айтқанда әлемдік экономиканы қосып алдым өзіме. Нетворкинг қой бағана біз айтып. Нетворкинг. Сол Амалбекке звондайтын кей кезде, Амалбек, Беке айтып берсеңізші, мынау қалай болып жатыр? Енді ол да маған звондайды, өз айтқанда бір пікір алмасатынбыз. Мұнайдың бағасы қалай әсер етеді біздің экономикаға дегендей. Кейіннен 2020 жылы мен өзім бір сүйікті мұғалімдерімнің бірі болған Қайрат ағай, Беков Қайрат ағайды көріп қалдым. Жаздың күні случайно кездесіп қалдық көшеде былайша айтқанда. Айтады, Бекзат қайда жүрсің, сен келмейсің факультетке, көрсейші енді деп. Сонымен тест тапсырдым. Мен особо дайындалдым деп айта алмаймын. Сол 5 жыл бойы сол оқыған білімім сол қалған ғой, сол 5 жылда жоғалмаған. Сонымен қалған. Енді соның арқасында мен 2020 жылы сол магистратураға қайтып түсіп келдім. Биыл бұйырса енді 2022-де бітірем. Менің ойымша енді осы оконченный высшее образование дейді ғой, жаңағыдай бітірілген толыққанды жоғарғы білім алдағы уақытта енді білмейді ғой әркім өзінің өмір тармағы қалай дамитынын да, сондықтан да мүмкін алдағы уақытта мемлекеттік қызметке барып қалармын. Сол кезеңде бұл жаңа бітірілген жоғарғы білім міндетті түрде маған өзінің септігін тигізеді. Енді онлайн жағдайдың ерекшелігі, мен жаңа өзім компанияда жұмыс жасап жатырмын ғой. Қазіргі Билайн компаниясында IT проектный менеджермін, яғни көбінесе ірі көлемдегі осы Қазақстан деңгейіндегі, әлемдік деңгейдегі проекттер жүргіземіз біз, потому что Билайн компаниясы бұл Вион деген халықаралық конгломерат бар, орталығы Амстердамда орналасқан. Сол 9 мемлекетте представительство бар. Біздің Қазақстандағы Билайн қазіргі таңда бұл тек қана телеком компания емес, бұл полностью цифровой операторға айналып бара жатыр, яғни приложениесі бар и так далее. Осының барлық цифровой жағын дамытуда мен башқанда өзімде қызықты проекттер бар, IT проекттер. Подкаст пайдаланып Билайнды да жарнамалап. Енді жарнамалап отырмын, барынша бізде. Енді сол айтайын дегенім, қазіргі таңда көбінесе мен жаңағыдай халықаралық инвесторлармен, бизнес партнерлермен переговорға барамын. Ағылшын тілінде, орыс тілінде, сол кезеңдерде осы как раз мәдениетті кезінде оқығаным көп көмегін тигізеді, потому что енді сіз танымайтын адаммен кездесуге келген кезде формальный часть ол түсінікті, яғни сіз өзіңіздің бизнес кейсіңізді айтасыз, use case айтасыз и так далее. Екінші жағынан осы досуг болады, белгілі бір 15 минут перерыв, антракт болған кезде мен олармен жаңағыдай барынша ашық сөйлесуге тырысамын да, яғни Еуропа азаматтары болатын болса, как раз сол всемирная история кезеңдегі әңгімелер, қазіргі саясат Еуропадағы мынау болып жатқан мигранттардың саясаты и так далее, соның барлығын енді халықаралық қатынастардың арқасында білдік қой, кругозор широкий. Бұл былайша айтқанда soft power дейді ғой, яғни плюшки. Сізді басқа бір переговор келген адамдардың арасында ерекшеленеді. Сондықтан да менің ойымша сіздерде жаңағыдай пікір болмасын, стереотип бар ғой. Халықаралық қатынастарды бітірсем, мен мемлекеттік қызметке немесе ұйымдарға жоқ. Жеке компанияларда жол ашық. Көптеген ірі компанияларда халықаралық жаңағыдай бөлімдері бар. Соларға барсаңыз өзіңізге байланысты. Сондықтан да қысқаша осылай. Ал құрметті талапкерлер, құрметті талапкерлердің ата-аналары, жалпы осы біздің мамандықтың ерекшелігін, артықшылықтарын атап өттік. Сондықтан біріншіден сәттілік болашақтағы ұбытуда, және әрқашанда біздің есігіміз ашық, келіңіздер, айтамыз, түсіндіреміз, сұрақтарыңыз бар болса, әрқашанда ашықпыз. Хабарлассаңыздар болады. Құрметті көрермендер, менің айтатыным, дәл мен сияқты сіздерде телевизордан тағы да басқа жайттардан осы дипломат жақта көріп отырсаңыздар, сіздерге өзімнің айту бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түсулерін тілеймін. Өйткені менің өзім
как осы университетте оқитын студент ретінде сіздер бұл университеттен тек жақсы білім және ең мықты фундамент алуларыңызға тілектеспін. Рахмет. Қорытындылайтын болсақ, біз сіздерді өзіміздің факультетімізде, университетімізде күтеміз. Және біздің мақсатымыз сіздерден тек қана дипломат жасап шығару емес, ең негізгі мақсатымыз іші руханиятқа толы, адами қасиеттері жоғары, кез келген өмірдің өзгерістеріне бейім, заманауи адам тәрбиелеп шығару. Сондықтан біз сіздерді барлық жағынан дамытуға тырысамыз және сіздерге ыңғайлы атмосфера жасауға және сіздердің білім алуларыңызға студенттік ең тәтті өмірлеріңіздің қуанышты, көңілді, сапалы өтулеріне біз шамамыз келгенше жағдай жасауға тырысамыз. Сіздерді күтеміз факультетімізде. Рахмет, құрметті қонақтар, құрметті тыңдаушылар, енді болашақта тағы да Келеміз. Подкастқа келіңіздер, күтеміз әрдайым. Шақырсаңыздар, енді шай болса келеміз. Келесі жол шай кофе міндетті түрде жасап қоямыз. Жақсы, рахмет. 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 Рахмет.